안녕하세요. сіздермен бірге Роуз. Бүгін бізде аватарка Blackpink'тегі Розе деп атайды ғой деймін негізі атын. Қатты Blackpink'пен фанат емеспін, әрине. Бірақ участницаларын білем, мемберларын таныйм, аттарын білем, альбомдары маған ұнайды, бірақ қатты фанатпын деп айта алмаймын. Бұл аватарка тапсырыс берілді. Маған бұлдағы негізгі шарт аватарка розовый түсте болсыншы деген шарт болды. Сосын мен фотоларды іздедім. Маған аватарка істегенде ең қиын мәселе фото іздеу. Сондықтан да мен бәріне бірінші маған фото жіберіңізші деп айтамын. Егер олар маған фото жібермей, мен өзім таңдасам, мысалы фотоны, ол басқа адамға ұнамауы мүмкін. Өйткені менде сондай мәселе болды. Мен мысалға бір аватарканы өзім қалаған фотомен жасадым. В итоге ол фото тапсырыс берген адамға ұнамады. Сондықтан да аватарканы бостан босқа жасалды, бостан босқа менің уақытым кетті деп айтса да болады. Өйткені сол именно фотодан дизайн ұнады, бірақ фото ұнаған жоқ. Именно фото ұнаған жоқ. Ол маған басында айту керек еді. Егер маған тапсырыс берсеңіздер, басында айтыңыздар, сіздерге қандай стильді керек екен, либо темный, либо именно қандай цветті екен. Бірақ мен тура сондай цветті беремін деп алмаймын, өйткені оның бәрі фотоның өзінен зависит. Фотоға байланысты, фото қандай болса, онда түсі сондай болады. Сосын мен тапқан фотом осы болды, маған осы фото әдемі ұнады, бірақ качествосы онша емес, қатты качество жоқ болды, бірақ нормально. Аватарка качественно шықты деп айтса да болады. Бұл да аватарка мен түсіргенде тоже 30 минуттай шыққан екен, өйткені мен негізі аватарканы істегенде 1 немесе 2 сағат жұмсаймын, ал бұл жерде мен 30 минуттай жұмсаған екен. Мен бұл жерде дұрыс текстура таңдағам, дұрыс фон таңдағам. Өйткені бәрі фоннан зависит етеді. Менде қазір дизайн ойлап табуға менде қазір біраз қиыншылықтар бар. Менде қазір заказдар өте көп, бірақ дизайнды ойлап табу өте қиын. Білмеймін неге екенін, менде ондай болмай жатыр. Бұрында менде өте жақсы шығатын еді ондай. Қазір оның дизайн ойлап табуға менде проблема. Менде кризис десе де болады. Сондықтан дизайнерлер бірдей болса, түсіндіріңізді сұраймын. Оңай емес. Біз уже үйдегі домашний жұмыстар бітті. Сондықтан да ендігі режим ЧП алынып тасталды. Сондықтан да біз жұмысқа шығатын болдық. Мен жұмысқа шығып жүрмін. Сондықтан менде уақыт көп бола бермейді. Тапсырысты мен сенбі, жексенбі күндерге ауыстырдым. Сол күндері істейтін болып шештім. Trying to clear our skies, but you just won't respond. Too far away to get in your lane, 'cause you won't let me hold on. When did I get lost?
take me as I am? How can you see right through me? I've given you everything. Won't you just take me as I am? Take me as I am. Through me, I've given you everything. Won't you just take me as I am? How can you see right through me? I've given you everything. Won't you just take me as I am? Айтпақшы, менің тобымда дизайнерлер қалмады, бәрі уақытым жоқ деп кетті. Кейбіреулер вообще жауап бермейді, жазған неге. Енді сол топты мен қалай басқарам деген ой туындап тұр, білмей тұрмын не істерімді. Қандай форматқа айналдырам. Негізі ойлағам мен арасында аватаркалардың, мен енді аватарка жасағанда PNG-ні сақтаймын ғой. Арасында солардың PNG-сін лақтап тұрсам, сіздер қалай қарайсыздар. Бірақ оны да тегін лақтырған деген енді өз жұмысың ғой, енді қиналып отырып қиған суретті бесплатно бере салу деген, сондықтан раздача істейін ба дегенде ойда бар. Білмеймін, оны соны ойланып отырмын, не істеймін деп. Өткен топты маған басқару, мен бұрын топ басқарып көрмеген. Мен қазір ол жерде басында әдемі басқарып келе жаттым. Одан кейін қазір менде уақыт болмай кетті. Жұмыс, мына жұмыстан кейін келгеннен компьютердің бетіне қарағым келмейді. Уже сондай өткен күні бойы жұмыста компьютердің алдында отырғандықтан үйге келгеннен кейін компьютердің бетіне қарағым келмейді. Бірақ мен қазір кешке стрессқа түсіп қалмас үшін шоу көрдім, «Мафия за решеткой» деген. Өте ұнайды соны көрген. Бүкіл ұмытып кетесіз, сол жерде мафия кім екенін басқа участниктармен ойланып, кейде мафияның сторонасында мафия жұмыс екен, кейде невинный жители солардың арасында тоже күшті формат, шоудың форматы, және комиктар да бар, кейде жұлдыздар да келіп тұрады. Маған қатты ұнады сол шоу. Күнде сол біткенше соны көріп жүрмін енді. Білмеймін, дорамалар қазір маған тартпайды. Білмеймін, дорама көре алмай жүрмін. Too shy when they call me on the line, I won't pick up my phone. So I'm laying on the couch and doctor, I don't know, hoping he can analyze my soul. And my lover is gone, they left no note. I got nobody and no hope. Doctor, tell me how'd I get this low? I don't wanna live my life no more. So give me all your pills, something that could kill. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыз, мен гүлді основа ретінде алдым, өйткені гүлде недегі сияқты розовый түс бар. Және розовый мен көк түс көйлектегідей әдемі келеді деп ойлаған соң, мен сол екі түсті араластыруды шештім. Бұл жерде мен көп айналыстым, не істерімді білмедім. Өзіме ұнаған жоқ. Сосын кейін тағы да бір-екі фон қостым ғой. Сол фондар негізі құтқарды осы аватарканы. Сол фондардың арқасында осы аватарка өте әдемі көрінеді. Yeah, this is a struggle, yeah. We stay
all fucked up, but it goes around, it comes around, and then it all comes crashing down. Осымен аяқтайық. Сіздерге ұнады деген үміттемін, сіздерге қызық болды деген үміттемін. Өйткені мен білмеймін, сіздерге қызық па, қызық емес па. Не комментарийға ешкім ештеңе жазбайды. Әрине түсінемін, адам аз, подписка аз. Бірақ кейбір адамдар маған комментарий қалдырып отырады, соларға алғысым шексіз. Подписка жасаған адамдарға да алғысым шексіз. Мен де арасында тоже бірдеңе ойластырамын, тоже альбомдарым келмей жатыр, өйткені бүкіл жабық қазір. Бізде Теміртаудың несінде әлі ашқан жоқ. Басқа қалалардікін ашқан шығар, білмеймін. Сондықтан қиын болып тұр да, альбомдарын тапсырыс бердім. Бихён майда что-то бүкіл айдолдар заказ. В общем, сіздерге ұнап жатыр және ұнайды деген үміттемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерден подписка, лайк күтемін, комментарий күтемін. Мен өйткені барлық жерді қарап отырамын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, және менің каналыма подписка жасағандарыңызға да рахмет. Әлі де видео шығарамын деп точно шығарамын, өйткені менде видео өте көп, қай жылы жасаған, 2017-ден жасаған, 2016-да жасаған видеолар өте көп. Мен соны сіздерге көрсетуге тырысамын. И қазір да тоқтамай жасап жатқан аватаркаларым да өте көп. Сіздерге ұнайды деген үміттемін, сіздерге қызық деген үміттемін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. You got a face, I wouldn't mind. Sit back at my place, the morning light. Down for the chase, down for the ride. I never needed anybody like I do now. But if my friends gone, there's nobody around. Sun came up and everybody else went down for the count. Stick around for the countdown, stick around for the countdown, yeah. Stick around for the come down. Stick around for the come down, yeah.